Көшкенде жыл қайдайымын. Ах, ала менен аулыңа барушы едім оу, салам менен. Әридәшәйям. Ақтас, малды жылдамырақ айдаңдар. Күнісі қанша, межеленген жерге жетіп алайық. Ахметті маған мінгестіріңдер. Арғы бетке өзім алып өтемін. Жайлаудан қыстауға қайтып бара жатқан көштің жыңғылдан өтіп арғы бетке мал тыныстату үшін қонған көштің соңынан Ояз өзінің солдаттарымен қуып келеді ғой. Әке, бір жаққа біреулер келе жатыр. Ей, Байтұрсын, қайда барасыз? Иә, Ояз, жөн сұрасаң, қыстауға көшіп барамыз. Байтұрсын, я же тебе говорил, без моего ведома никуда не выезжать. Пока дров не наломал, возвращайся обратно. Кәрі Ояз дейді, Яков. Қуып келеді де, сосын өзеннің бергі бетінен бұйрық береді. Байтұрсын, қайтадан көшіңді қайыр Қорғай қаласына жауапты алуға барасың. Олар қайтпайды. Өз жерімде бұйрық беретін кім едің сен соншама? Сол араздықтың соңы кешегі Байтұрсын мен Ақтастың айдалуына кеп соғады. Губернаторға қарсы қол көтеріп, губернатордың басын жарады. Сонымен бұл ағайынды екеуі 1886 жылы мынау Тройский қаласының ол кезде аты күйген қала екен, соның губерниялық сотыменен сотталып Сібірге жер аударылады. Бала Ахметтің 13 жасқа дейінгі өмірі, балалық дәурені өткен жері осы жер. Енді өздерін келіп тұрған Ақкөлдің жағасы түгел осы Ахметтің ата-бабасының тарап өсіп өнген өзіне дейінгі ұрпағы. Қазіргі осы мынау тұрған екі ауыл, Ахмет ауылы біреуі мынакей Ызбан, осы екеуі сол Ахметтің ұрпақтарынан тұрады дейіз. Ал енді мынау көрініп тұрған мынау жатқан төмпешік осы Байтұрсынның өзінің үйі, ауыз үй төр үй болған, қоржын үй болған үй, Ахмет осы жерде туды, осы қыстауда туған. Енді мынау көрініп тұрған бұл, мынау жасалып тұрған Ахметтің туған үйі, кейін кешегі 2008 жылы осы Ахмет ұрпақтары жаңартқан үй. Әлі бұл ояға жеткізілмеген нәрсе, кемшілігі көп, биыл ғана аудандық мұражайлар қорына алынды. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله متزوجة متياس خير بيرك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين 1872 жылы қыркүйекте туған Ахмет 13 жасында өлеңі бар емес пе? Оқ тиіп, 13-інде сансыратып, жүрегімде бір жара бар жазылмаған дейді. 72 жылы туған бала 1885 жылы жаңағы әкесіменен Ақтастың жаңа Оязға жасаған зәбірінен жауапқа тартылғанда, сонда Ахмет 13 жасар.
Оған дейін Ахметте оқу да болмаған. Ауылдың молдасынан ғана сауат ашады. Ал балалар бұна қарай отырып, қатар-қатар отыра беріңдер, жайғасып. Ахмет бала кезінен зерек болған адам, оқуға ұмтылған. Өйткені мына Торғайдағы екі басқыштық мектепті бітірісімен 7 класс қой, 2 басқыш деген. 7 классты бітірісіменен Орынборға оқуға кетеді. Ол кезде Ахметтің әкесі айдаудан жаңа келіп жатыр. Тұрмыс күйзелген, 18 жыл Иркутскіде жүріп келген. Тұрмыс күйленген кез Ахметтің әрғай оқитын мүмкіншілігі жоқ. Солай бола тұрса да оны талабы, ынтасы ілгері сілтеп Орынборға оқуға барған. Ахметтің тарихы кешегі 1905 жылдан басталады. 1905 жылдан бастап Ахмет кішкене орыстың революциясына елеңдеп, қазақтың тәуелсіздігіне елеңдеп, соның ақыры барып 1909 жылы Қарқаралы петициясын ұйымдастырады. Қарқаралы петициясының бірнеше тарауы бар екен, тарихтан оқыман біледі. Соның әсері келіп Ахметтің ұсталып тұтқындалуына әуелі Қарқаралы түрмесіне түседі, содан барып Семей түрмесіне түседі. Сол түрмеде 1 жыл 4 ай жатып, Ахмет бостандыққа шығады. Менің ендігі мақсатым халық ағартусын дамыту. Осы жолда аянбай еңбек етуім керек. Ол кездерде мынау қиын уақыттарда сол жақта жүрген, Қарқаралыда жүрген, Семейде жүрген, сосын оның барлық көпшілігі сол жағында болған ол. Жалпы енді ол кісі айта берсе көп, енді ол кісінің негізгі мақсаты сол енді өзі халық ағарту қызмет ету. Қазақтың бірінші алфавитін жасаған, түрік алфавитіне, араб алфавитіне, қазақ алфавитіне айырбастырған, 29 әріпті осы халыққа сауат ашуға еңбек еткен дарынды азаматтың бірі болған. Қазақтың осы заманға негізделген өз әліпбиі бар балалар. Оқу құралымен танысуға шақырам. Әріпті үйренудің еш қиындығы жоқ. Оған ынта, жігер керек. Тек білімді ұрпақ қана биік белестерге жетіп, үлкен азамат болуға негізін қалайды. Ахмет 1896 жылы Орынбор педагогикалық мұғалімдер даярлайтын оқуын бітіргеннен кейін бірінші Қарабұтақ форпостында Ақтөбеде мұғалім болады. 1 жылдан кейін Әулиекөлге мектепке мұғалім болып ауысады. Сол кезде белгілі 1870 жылдардан бастап Ресейдің жер аударылушылары бар ғой. Солардың бірі болып ормашылар келеді. Сол Әулиекөлге келгенде осы Бәдірис апа анамызбенен танысқан. Бәдірис апаның бізге жеткен тарих бойынша аты жөні Александра Ивановна. Ахмет Қостанайға келісімен Бәдірис апаның аты жөнін өзгертіп, Александраның мешітке барып, Тройский мешітінде некеге тұрды делінеді. Сол жерде некесін қиып, Бәдірис апа Мұхаммед Садық қызы Байтұрсынова деген есімді берді.
Рахмет. Елді сағындым. Торғайға баруымыз керек. Басып шыққан кітаптарымды аманат ететін адамдар бар. Жаңадан заң зокан шығып атыр. Елдің жағдайы қалай болады? Соның бәрін білуім керек. Жолға дайындал, жүгіңді жина. Торғайға сол айтып отырмын ғой, 26-27 жылар ең соңғы бірге келген. Енді жаңағы әкеміз келгенде, менің шешем айтатында, басында доңғалақ шапкысы болып, несі биік дейді, үстіндегі несі. Бұл енді ағылшынша шапка ғой, қолында таяғы бар, мойында екелі қап-қара несі бар дейді, бабочкасы ғой, галстугы, сол кездегі. Рубашка, қара костюм шалбармен келді дейді. Енді менің шешемнің жаңа түскен кезі, сонда қарамаймыз дейді. Таңғы 5-те сол шай қойып жатамыз дейді. Ана кісі жуынып жатады дейді. Бәдірис әжеміз су құйып. Рахмет. Орамалды ала ғой. Айтпақшы Бәдіриса, бүгін мен ауыл адамдарымен кездесуім керек. Соңғы жаңалықтарды айтуым керек. Сен үйде бол. Бүкіл жаңалықты айтқан, орынборда не болып жатқан, не қойып жатқан, сол енді халыққа айтқан ғой. Енді біздің үйге де айтып кеткен, мына малдан құтылыңдар, өз қарабастарыңды сақтаңдар деп, малдың соңында өлесіңдер деп. Өйткені мынау НКВД-дің нелері бәрін түрмеге тоғытып қамап жатқан ғой, байдың бәрін. Ал ауылдастар, ағайын жекжат, жамағат. Бұл ауылдан кетіп барам. Енді бұл елге оралам ба, оралмайым ба, бір Алла біледі. Халқының, ұлтының мүддесін ойлаған адамдарға НКВД-ның адамдары жала жауып, түрмеге отырғызып жатыр. Сол себептен менің айтқан ақыл кеңестерімді, өсиеттерімді естеріңе сақтаңдар, ағайын. Аман болыңдар. Осы сөредегі ең құнды жат, сонағы Ахметтің 1909 жылы Санкт-Петербург қаласынан шыққан 40 мысал кітабы мен 11 жылы шыққан Орынбордағы Маса кітабы. Бұл екі қос кітаптың өзіндік тарихы бар. Біздің мұражайға қалай келіп түскенге дейінгі. Смағұл бауырым, келе ғой. Отыр. Смағұл бауырым, саған айтар шаруам бар. Заманның кейпін өзіңде көріп отырсың. Енді елге оралам ба, ораламайым ба белгісіз. Менің жасап жүргенімнің барлығы болашақтың ісі. Мына екі кітапта болашақтың кәдесіне жарар. Мұны қазір жарияласам, не боларынды өзің сезіп отырсың. Сондықтан, осы екі кітапты өзіңе аманат етем. Көзіңнің қарашығындай сақтап жүр. Рахмет аға. Отыз жетінші жылы Ахмет Байтұрсынұлы атылып кеткеннен кейін Торғайдағы туыс туғандарының бәрі НКВД-ның адамдары Ахметтің дүнияларын, еңбектерін алып өртей бастаған тұста Ақкөл елінің ақсақалы Смағұл деген атамыз жаңағы баласы Ерденге айтқан екен. Ахметтің халық жауы болу мүмкін емес. Түбі Ахмет ақталғанда сол бізге маған берген осы қос кітабын жаңағы ұрпақтарға жеткіз. Сондықтан біз бұл екі кітапты киізге орап жерге көмейік. Кейін өзің аласың, осы жерді ұмытпа деген екен дейді.
Смағұл ата, мына жерге біз неге келе жатырмыз? Балам Ерденжан мынау кітапты мына кигізге орап осында көмеміз. Кейін өзім себебін айтамын. Ал балам мынау текемет деген шыдамды дүние. Бұдан кітаптың шытып кетуі екі талай. Тұста. Ал балам, Ерденжан, мынау Ахметтің кітабын осы жерге көмгеніңізді ешкімге айтушы болма. Я, ата, түсіндім. Ол кітапты осы жатқанда бас жағына жастап, алатыра жасырып оқып ататыны көресің. Көрдік, ерден әкеміз. Естіпті. Бұл енді әрден бастап келе жатырды, ең соңында осы 92 ма, 91 ма осы Сейіткен Рахметовпен Әмірхан қазір келіп, алдында екеуі бір келіп, қонып сұрап ала алмай кетіп еді. Кейін осы бір жылдасын 93-те мекен, 92-те мекен келіп, қола жатып, соғытап сұрап алып кетті. Қазақтың белгілі адамдарына, ұрпақсыз адамдарға, аса бай адамдарға бір көрнекті жерге қойылады қашанда. Көрнекті жер. Ахмет өлсе де, Ахмет өлгеннен кейін бірнеше сотталады, соның бәрінде Бәдірис апа жүреді. Мысалы, анау Қарқаралыдағы 1909 жылы сотталғанда ең бірінші генерал-губернаторға арыз жазған Бәдірис апа ғой. Сонда атап тұрып жазады. Менің күйеуім Ахмет Байтұрсыновтың ешқандай жазығы жоқ. Босатуыңызды сұраймын дейді. Сонда жазылған арыз мәтініндегі бірнеше сөзде күйеуім деген сөз бірнеше рет қайталанады. Пәтрисаны Қасым Тоғызақов деген Қостанай көлемінде айдық журналист кісі болып, сол кісі бір түнде алып келген екен арбамен. Сол кісі алып келгеннен кейін жаңағы жеңгесіне айтқан, мына кісіні мен білесің ғой Ахмет Байтұрсыновты. Сол кісінің жолдасы Қостанайда ешқандай қараусыз әр жерде жүрген жерінен алып келдім. Аузыңнан шығарма деген. Если аузыңнан шығаратын болсаң, сен де кетесің, мен де кетем. Сотталып деген. Өзім келіп бір күн алып кетем, оған шейін осы кісіні үйіңде ұста деген. Жаңағы Пәтриса әжемізді. Сәлематсыз ба жеңеше, қал-қуаттарыңыз қалай, амансыздар ма? Мен өте асығыс тығыз жағдаймен келіп тұрмын. Уақытым аз. Менің қасымда мына кісі Ахмет Байтұрсыновтың жары, есімі Бадриса. Сіздерге аманат еттім сізге. Өздеріңіз қарайсыздар, бағасыздар. Бірақ көрші көлемдерге тіс жарып айтпаңыз. Ахмет Байтұрсынұлының жары Бәдірис апа Мұхаммед Садық қызын бала жасында көрген ең соңғы көз тірі куә осы кісі. Дәмежан Досмағамбет қызы Ерғалиева. Менің жасым қазір 86-да. Мен Бәдірис апаны 11 жасымда көрдім. Үйден шығып жүгіріп, бір ағайдың үйіне бардым. Ол ағайдың аты Жұмаш деген ағай. Барсам, бір әйел отыр. Бұрын көрмеген адам. Сосын сол үйдің
әйел жеңгемнен сұраймын. О, Дәмешан, төрлет, келдің бе? Кеп қалдың жерге, отыр. Әке шешең қалай, шай іш бізбен отырып. Мінекей, шай ал. Бұл біздің көршінің қызы. Дәмежан, ақылды өзі. Әже, бұл кісі кім? Бұл кісі Бәдірса апай, Дәмежан. Басқыштың айтқан жоқ. Сосын жүгіріп үйге келдім. Сол үйге келгесін айтам, енді үйдегі шешеме. Солай, мынау ағайдың үйінде бір Паричапа деген әйел отыр. Бірақ қазақ емес, орыс. Сосын сонда шешем айтты. Ол деп, общем, бір жақтан келген адам деп. Аты жөнін айтпайды ол кісі деп. Сол бір күні НКВД-ның адамдары келді дейді ауылға. НКВД-ның адамдары келген кезде жаңағы кісі қорқып, әбден үрейленген, төменде мал бағуға қырға көшіп кеткен жаңағы Молдабай деді ма, Молдаш деді ма, сол кісінің үйі қараусыз қалған. О кезде әлі орыстардың келе қоймаған кезі ғой, есіктің алдына тақтайша яшік тастайды да жүре береді ғой, сыртқа көріп. Солай неткен сол кісі сол үйді ашып, соған кірген ғой жаңағы НКВД-ден қорқып. Соң кіріп сол жатқанда сол қояншық ауру ұстап, жаңағы сол өзі қояншық аурумен ауырады екен, сол жүрек ұстап, сонда өліп кеткен. Қазіргі ұрпақ құрметтеу керек. Ахметтің тек қана жолдасы болғандығы үшін емес, Ахметке серік болу, жар болу, ол кісі үшін үлкен бақыт. Бірақ өмірін, ұлтын, дінін барлығын қиып, сол жолда осындай азапты сапарда өлуі деген ол үлкен құрметке тұрады, үлкен құрмет. Мұражай жаңа өзіңіз айтып отқандай халықтың қаржысымен салынған, музыкант ретінде, композитор ретінде бірнеше болсын еңбектері. Жаңағы аққұмның өлеңінің өзде спорный ғой, қазір айтып жатады болса, бұл қалғаны деп келіпті мысалы, маң-маңгері де, екі жирен мысалы. Әсіресе бұл кісінің өзінің төл шығармасы деп айтатын аққұм мен екі жирені өзінікі. Маң-маңгер қалғаны болып келеді де, ол Затаевский бергенде де. Ахметтің ойы сол, қалай болса да халықтікі болсын, өзімдік болсын, ұрпаққа қалсын аманат. Ахмет Байтұрсыновтың сөзімен айтсақ, тән көмілер көмілмес еткен ісім, ойлайтындар мен емес бір күнгісін. Жұрт ұқпаса ұқпасын жабықпаймын, ел бүгіншіл менікі ертеңгі шындайық. Мына төртсере Ахмет Байтұрсыновтың өмір жолы мен балалық балдәурен шағы, қоғам қайраткері, тіл маманы, түрколог екендігіне айналады. Осындай тамаша тұлға қазақтың арысы болғанымыз, кешегі жеке басқа табыншылардың құрбаны бола тұрып кеткен атамыз Ахмет Байтұрсыновтың музейі сіздерге ұнады ма? Сендер бұдан кейінде келіп тұрасыңдар ма? Кім екенін білдіңдер ғой аталарыңның,
Ахметтің сүйегін әркім әртүрлі айтады. Ол енді мен бір кітаптан оқығанда, бұл кісі 38 жылы бұларды атуға үкім шығарады ғой. 20 адам ішінде кетеді, бірақ кейінен 38 жылы бұларды атпау керек, бұлардың жұмыс күшін пайдалану керек деп, содан 20 жылға Ақтеңізге айдалады ғой. Сол Ақтеңізде қайтты дейді сонда. Сонда барған сол жақта қайтты дейді. Мен енді өзім ойлаймын, сол суреттердің бәрі түсірілді ме, түсірілмеді ме, күмәндімін. Түсірілмесе, ол ойдан шығарылған сурет пе. Әлде тарихшылардың соған қолы жетіп жүрме. Жаңағы совершенно секретныйға өте құпия ғой енді. Соған қолы жетіп жүрме. Ал енді бұл енді мен шешетін мәселе емес сияқты. Енді біз Үмбетей бабамыздан 26 бала туады, оны білет, бәрі кел. Соның ішінде біз Аралбай болып бөлінеміз. Аралбайдан Таңбай, Таңбайдан Көбек Шошақ. Шошақтан Ақаң бабамыз туады. Ол Көбектен біз туамыз енді. Туыстығымыз жақын. Ахмет туралы көп естідік қой, бірақ ұмытып қалдық. Кешегі уақытта бізді Ахметтің ауылы деп бізге жазықты болсақ та жазықсыз болдық, жазықсыз болсақ та жазықсыз болдық. Солар күн көштік уақытында. Ахмет ақталғанша. Ахмет ақталғаннан кейін қатарға кірдік. Ар жағында бізді жан деген жоқ ешкім, үкіметтің адамдары. Парторг кесе де жаудың ауылы дейді, Совет кесе де жаудың ауылы дейді. Солай атанғанбыз біз. Ал Ахмет ақталғаннан кейін бізден жоғары адам жоқ. Бұлай алақана салып отыр. Менің білетінім болса, көргенім болса,